Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын. Әдеттегіндей, бүгінгі уағызымыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мейірімділігі. Алла Тағаланың бізге Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламды жіберуі бұл адамзатқа деген үлкен нығметінің бірі, үлкен мейірімінің бірі деп айтсақ болады. Өйткені Құран кәрімде Алла Тағала: "Уа Мұхаммед, біз сені күллі әлемге рахым ретінде ғана жібердік" деп аят түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мүшриктер мазақ қылған кезде тау періштесі келіп: "Я Алланың елшісі, сен қаласаң мазақ қылған мүшриктердің үстінен 2 тау әкеп бастырып қояйын. Еркі өзіңде." Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам: "Жоқ, мен бұл қауымнан Алланы бір деп танитын, Аллаға бойсынатын ұрпақ шығатынына үміттенем" деп кері қайтарды. Бұл да бір бізге қазіргі қоғамға керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кешірімділігі, үлкен мейірімділігі жатыр. Айналамызға, ортамызға, отбасымызға мейірімді болайық, мейірімді құлдардың қатарынан етсін деп дұға жасайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.